Мазарларды қиратып, әруақтармен алысқан. Алматы облысында дию пайда болған ба? Ат үркіп, түйе қашқан. Наурыз тойында әншілер неге аяғын шошаңдатты? Сүліктей қара тұлпары бар сұлуды аттан сүру үшін қанша полицей жабылған? Шиелінің жұрты Шевролет тақа мінген Нұрлыбек Нәлібаевқа жүгендеп тақай мінгізгелі жүр ме? Қызылорда Жезқазған тас жолындағы батпаққа батқан көліктерге әкімдердің қандай қатысы бар? Тұмар патшаның түркістандық тұяғына француз қыздары не үшін келген? Шүкеевтің жағажай атанған алып құрылысты бітіргені үшін үкімет неге экс-әкімге көрімдік бермей жүр? Армысыздар, өздеріңізбен Қазақ Айран және мен Бауыржан Жақсымбет. Аптада болған шулы оқиғаларға шолу жасаймыз. Сонымен бастайық. Алматы облысының Кеген ауданында марқұмдардың мазасын алатын қауіпті қарақшы пайда болған. Көлсайдың түбіндегі Саты ауылын соқыр сенім кезіп жүр. Осы ауылдың бір жігіті дінімізге қайшы деген желеумен зиратты талқандап тастапты деп жазды әлеуметтік желідегі парақшасында журналист Диаснұр Ақын. Құрметті ауыл тұрғындар, мына жерден түніне бейіттің жоғар жағындағы мына ешкілік қойған аты жөнін жазған тастардың барлығын сындырған. Мына екі бейіттің тас және де мына жерде бір тас, сосын ай жерде бір кісінің тасы, содан кейін мына жердегі кейінгі қайсы болған екі баланың тасы міне. Жақындарын қабыры қорланғанын көрген ауыл тұрғындары ашулы, бірақ кімді кінәләрін білмейтін сияқты. Ал бейіттерді әкесінің кегі бардай қиратқан адам обал сауыпта мүлдем мақұрым болған. Бетке шашқан ғой түгел міне. Ана тұрған бәрі осы кісілерге қойған аты жөнін жазылған тастар міне. Міне біз міне жер бетін бәріне шашып. Мына жақ қайден шашып жатыр, мына жағы міне жатыр міне. Ішінде Құран жазулары да бар, қойылған бас суреті бар. Кәдімгідей куалмен ұрып сындырып мынаны міне. Міне қарсаңыздар. Міне. Енді өткен жақындарымыздың қорлауы ма? Бір есерсоқ бүтін бір ауылдың берекесін қашырат, бір құмалақ, бір қарын майды шірітет. Мұның бәрі тикток имамдардың, уағызшыл ұстаздардың кесірі дейді Диаснұр Ақын. Бұл жағы марқұмдармен алысқан қарақшының кім екені белгілі болғанда анықталады. Егер ол есі ауысқан есалаң, жүйкесі тозған жынды болмаса, тартатын жазасы да жеңіл болмауы керек. Наурыз бүкіл халықтық мереке болғаннан кейін бүкіл халықты елең еткізетін тосын оқиғаларда кездесіп тұрады. Біз биылғы мейрамның сондай оқиғаларын дәм қосып көрермендерімізге көже дайындадық. Алғашқысы Наурыздың қасиетін сезіндіріп, қазақтың бауырсағын Америкада таратқан кішкентай Амира туралы. Ақпаратқа қарағанда ұлттық киімдегі қыз бала ата-анасымен бірге жуырда ғана ақшқа көшіп барған. Оның дәмсіну әдебімен балаға тән таптаза пейілі Манхэттен тұрғындарының сүйіспеншілігін тудырды. Әлеуметтік желіге тараған бұл бейнежазба аз уақытта миллион қаралым жинаған. Ал Наурыздың у-шуынан үріккен аттың тосын мінезде қаралым жағынан ешкімнен қалысар емес. Жүріңдер, шатаның кездері Кеген күрішті бастап келе жатқан қарсалай. Тойдың сәнін бұзған бұл оқиға Жамбыл облысының Тұраррысқұлов ауданына қарасты Қызылшаруа ауылында болған. Полиция қызметкерлері тексеріс жүргізді, жануардың иесі анықталды, ол әкімшілік жауапкершілікке тартылады дейді департаменттің баспасөз қызметі. Бір тәуірі тапырақтап қашқан жылқының табанында ешкім қалып қоймаған, адамдар зардап шекпеген, ал Балқаштағы бұқараны бурқанған түйенің әрекеті шошытты. Ух ты, верблюд взбесился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что такое? Что такое? Что такое? Дети или кого? Человек? Что такое?
Антон, быстро сюда! Түйеден таяқ жеген арбакештің қандай жарақат алғаны белгісіз. Бір анығы тура мәдениет сарайының алдында мәдениетсіздік танытқан жануардың иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жамбыл облысында жылқы Балқашта түйе мінез шығарып жатқанда тағы бір жерде киіз үйге жан бітіп 6 қанатты ақбоз үй өз-өзінен жүріп кетті. Айналамыз. Оқиғаның дәл қай жерде болғаны беймәлім, бірақ смартфонға түсірген қыздардың сөзіне қарағанда Қазақстанда орын алған анық. Ақбоз үйді көшіру қажет болғанда уақыт тығыздығын ескерген 10 шақты жігіт керегенің іш жағынан айнала көтеріп жолдан өткізе салған секілді. Ал әнші Құдайберген жылжымайтын киіз үйдің алдында жылжып жүріп ән салды. Біреуге ұнап, енді біреуге ұнамаған Бекіштің биіне сын айтудың қажеті жоқ. Өйткені көктем бойға күш көңілге жел бітіреді. Көңілге біткен желдің әсері шығар. Қазақтың ерке қызы Мақпал Жүнісова ән айтып жүріп, аяқ киімін аспанға атып жіберді. Бірақ жұртшылық әншілердің жылтыңдаған аяғынан көрі айым есімді жас келіншектің бота тірсегіне көбірек қараған сияқты. Себебі жас босанған 25 жастағы Риддер тұрғыны қошқар көтеру сайысында еркектерді шаңғаптырған. Өгіздей қошқарды иығына салып алып 100 мәрте отырып тұрған Айым Нұржановаға көптің қошеметі ерекше. Алып анадан туат анасына рахмет деп жатқандар жетерлік. Қошқарды қаңбақ құрды көрмейтін жас келінге қошқардай ұлтап деп бата берген ақсақалдардың ниет тілегі қабыл болсын дейміз. Бұл да сол Наурыз мерекесі кезіндегі жайсыздау жағдай. Ақтау қаласында сүліктей қарат мінген сұлуды полицейлер жабылып жүріп жерге түсірген. Ақпараттарға қарағанда бойжеткен құқық қорғау өкілдерінің ескертуіне құлақ аспаған көрінеді. Ресми дерекке қарағанда полицейлер алаңдағы жұрттың қауіпсіздігіне алаңдап ат мінген жастардан алаңнан кетуді сұраған. Бірақ жоғарыдағы қыз қарсылық танытқанға ұқсайды. Ақырында шабандоздар жаяу қалып аттары уақытша қабылдағышқа жөнелтілген. Бірақ кешке иелеріне қайтарылған. Оқиғаның соңы тәртіпке көнбеген бойжеткенге ауыр соққалы тұр. Өйткені оған 117.960 теңге айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке дейін қамауға алу жазасы қарастырылмақ. Наурыз мерекесіне атпен барудың дұрыс еместігін көрсеткісі келді ме? Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Шиелідегі мерекеге темір тұлпарымен барыпты. Бірақ ел жұрт оның қаңтарылып тұрған қара көлігіне қайта-қайта қарап, бастарын шайқаған. Бақандай облыс әкімі болған соң екі аяғын салақтатып салтатпен бармай көлікпен келгенде көптің қауіпсіздігін ойлағаны шығар. Жүргізушінің де рөлге жабысып отырмай есік ашып бергені әкім дейтін дүрдей лауазымына жарасып тұр. Бірақ ел назарын аударғаны өгіздей көліктің бағасы. Chevrolet Tahoe дейтін жол талғамайтын көліктің құны 50 миллион теңгеден басталатын болса керек. Осыны ескерген жұрт Нәлібаев Наурызда мақтанып жүрау деп ойлайтын сияқты. Шындығында онда тұрған не бар? Наурызда қазақ ұлттық асын әзірлеп, ұлттық киімін киеді, ұлттық ойындарын ойнайды. Енді Қазақстанда ұлттық көлік болмаса, Нәлібаев Chevrolet Tahoeмен келмегенде жүгендеп тақай мініп келуі керек пе? Осыны түсінгендердің бәрі әкімді ақтап жатыр. Ал біз ақтамаймыз да, жақтамаймыз да. Бастысы той тыныш өтсе, сол олжа. Әйтпесе облыс басқарған шенділердің байлығы 50 миллионмен шектеледі дейсіз бе? Нұрлыбек Нәлібаев Шиеліде наурыздатып жүргенде Қызылорда Жезқазған тас жолындағы көлік керуенінің видеосы әлеуметтік желіге тарап кетті. Жол талғамайды деген мақтаулы көліктердің өзі орнынан қозғала алмай ми батпаққа белшесінен батып қалған.
Төрт-бес көлік бір-біріне қызық үшін тіркеліп жүрмегені белгілі. Ал мұны көрген көпшілік жезқазғанды тышқандай үңгіп миллиардтап пайда табатын қазақымыз неге ақша бөлмейді? Шевроле Тахомен жүйткейтін әкім неғып келмейді деген сауал қойыпты. Ресми деректерге қарағанда аталған жолдың 192 шақырымы Қызылорда облысына қарайды. Соның 151 шақырымы 2 ай бұрын аяқталған. Демек, Қызылордаға қарасты жолдың жасалмаған бөлігі 40 шақырымның ар жақ бер жағы ғана. Оның үстінде наурыздың 21 күні ғана күн ашық болғанға ұқсайды. 21 наурыз 2025 жыл Қызылорда Жезқазған тас жолы 116-243 участок 7 лот. Ауа райы -2 градус, жол екі жағада ашық. Жол қауіпсіздігі инженері Жанділдаевтың есебі делінген бұл бейнежазбаға қарағанда арнайы мамандар жолдың жайын айтып бастықтарына есеп беріп тұратын секілді. Әрине, есеп деген жақсы ғой, бітпеген 40 шақырымның жайын білу үшін Нәлібаев те осы жолмен шаңдатып келіп тұрса болады екен деген ой түйдік. Тойға мінетін көлігімді қойға мінбеймін демейтін шығар. Не көрініпті? Тұмар патшайымның тұяғы Түркістаннан табылды, бірақ оны генетикалық тұрғыдан дәлелдеген ешкім жоқ. Есесіне 64 жастағы апамыздың шірене тартқан жебесі тек 10-қа ғана тиеді. О, керемет, керемет. Давай. 9-ға тиді, мәссаған. Амазонка. 15 метрден. Түх. А бірақ неғ биік, видишь? Да, Уже. биікте. Все, жарысқа олимпиадаға мама дайындалыңыз. Игры по темникқа брать. Иә. Как раз болады Қырғызстанда. 2026-да болады. Иә. Неде? Қырғызстанда болады. Қыз келіндерді олимпиадаға қосқалы жүрген апаны Жумонг әже деп атайтындар да көп екен. Бірақ бұл кісінің кәріс сериалындағы кейіпкерден гөрі сақ амазонкаларына келіңкірейтін тағы бір қыры бар. Апамыз көшпенділердің салт дәстүрін насихаттап жүр. Тіпті Түркістанға алыстан келген туристерді де үйіне шақырып, сақтың сарқыты екенін көрсетеді. Бұлар апамыздың үйінде қонақ болған француз қыздары. Олар енді еліне тірі амазонканы көрдік деп баратыны сөзсіз. Ал апамыз ешқандай да кәсіби спортшы емес. Бала күнде әкесі жасап берген садақты ермек қылған. Зейнетке шыққан соң садақ киіп жебе жонған. Демек көшпенділердің атыс қаруын меңгеруі қанында бар. Ендеше қазақ тарихы туралы кино түсіруге ынталы жандардың құлағына алтын сырға. Турист дегеннен шығар, дүниенің төрт бұрышынан келуі мүмкін қонақтарды төрге оздыратын Түркістанның ең басты жағажайы дайын болды. Мұндай ғажайып демалыс орны басқа түгілі Дубайдың өзінде де кездеспейді. Әрі кездесуі де мүмкін емес. Неліктен? Себебі сол қайталанбайтын жағажайға миллиардтаған қаржы құйылған. Пляж за 9 миллиардов тенге в Туркестане. Дубай плачет крокодилями слезами в сторонке. Сначала оставляем автомобиль на парковке. Ее затопило. Но это не просто вода, а элемент уникального дизайна, эффект озера. Раздолбанные навесы – главный элемент пляжа. Они полностью передают атмосферу отдыха тут. Әлеуметтік желіге жылдам тараған бұл бейнежазбаның дыбысталуы да керемет. Орысша айтылыпты демесеңіз, мақтаулы жағажайды мақтамен бауыздаған. Раздевалка встречает разбитой дверью. Приватность это не про нас. Тут все открыто, как тендер на строительство пляжа. Из 6 души работают 2. И это логично, ведь не каждый захочет смывать с себя эмоции, полученные здесь. Заглядываем в туалет и сразу назревает вопрос. Это уборная или помещение для пыток. Белсенді Дидар Смағұловтың әлеуметтік желідегі жазбасына қарағанда жергілікті жұрт бұл жерде Шүкеевтің жағажайы дейтін болса керек. Бірақ Шүкеевтің шешініп тастап суға түсіп жатқан ешкім көрмеген. Есесіне қыруар қаржы тақ сол әкімнің кезінде бөлінсе керек. Демек жағажайдың атында мін жоқ, ал затын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сондықтан дайын болған жағажай үшін үкімет Шүкеевке көрімдік берсе де жарасатындай. Инстаграм желісінің қазақстандық сегментінде Айола башқұрт музыкалық тобының Хомей атты әні кеңінен таралды. Бұл ән небәрі 3 күннің ішінде 3 миллионнан астам қаралым жинаған. Сондай-ақ 400 мыңнан астам адам пікір жазып қолдау білдірген.
Композицияның атауы башқұрттың Орал батыр этносындағы мефтік Хомай құсының бейнесінен алынған. Мұны бауырлас халықтар көне түркі аңызындағы Умай анамен де байланыстырады. Башқұрт музыкасының заманауи бағыттағы бұл жаңалық Қазақстанда ғана емес, өзге елдерде де қызығушылық тудырып, қызу талқыланып жатыр. Тіпті мұны түрік халықтарын жақындататын туынды деп бағалағандар да бар. Демек, башқұрттың музыкалық тобы түркі әлемінің алтын бесігі Түркістанға келе қалса, Шкеевтің жағажайында концерт өткізіп жіберуге әбден болатын секілді. Түркістан облысындағы жан шошырлық оқиға көрген жанның жағасын ұстатты. Өйткені белгісіз тұрғын үш бірдей итті есекті талатып, өзі қанжосы арпалыстың қызығына қарап тұрған. Шымкенттегі сұмдықта бұдан еш кем емес. Айырмашылығы қатыге жігіт Тапайдың тал тұсында асфальт жолда итті көлікпен сүйреп куәгердің үрейін ұшырған. Бір жақсы жанашыр адамдар ит сүйреген көлікті қуып жүріп тоқтатыпты. Бір түрлі жігіт ақырында итті көліктің жүксалғышына салып әкеткен. Ал куәгерлер дереу полицияға хабарлап болған жайды бүкпесіз мәлімдепті. Ал полиция не істеген? Қатыге жігітті дереу ұстап түсіндіру жұмыстарын жүргізгенде 40 000 теңге айыппұл салып қоя бере салған. Ал бұған куәгерлер наразы. Олардың ойынша итке қиянат жасаған адамға жаза қатаң болуы тиіс еді. Ең сұмдығы табандарынан қан саулаған бейшара итті сол жігіт өзімен бірге алып кеткен. Итке қорған боламыз деп өздері ит болып қалған куәгерлер басқа малдары болмағандықтан осы бейнежазбаны кеңірек таратуды сұрапты. Соған қарағанда қаныпезер жігіттің кім екенін жұртшылық біліп жүрсін деген сияқты. Дінге қайшы деп бейіт бұзған адамның әрекеті ненің белгісі? Оған қандай мәселелер себеп болуы мүмкін? Осыған қатысты ой пікіріңізді видеоның астына жаза кетіңіздер. Қазақ айранға жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз, бұл маңызды.